Алағайналай болса алғашқы жұп қазіргі қазақ айтысының жұлдызы Ринат Заитов. Ринатпен айтысатын Мейірбек Сұлтанхан. Ал ақындар сәттілік. Кезі жоқ дода десе үйін дотқан, кезі жоқ шындық сатып тиын тапқан, алаштың ақын деген еркесінің қолына домбыра алса құйындатқан, ауызын жағымпаздар жабалмаған, айтысқа шыққан сайын шуылдатқан, қазақтар естіп қалып жүрмесін деп сөздерін экраннан қиып жатқан, аузына ие болмай қаламын деп өзінің жағдайын қиындатқан, қабыл ал бір сәлемді ағайындар, биліктің бір дұшпаны Ринаттан. Алдына келдім елім, елесеңдер, керектің біреуіне теңесеңдер. Алқалы топ ішіне келген кезде жайым бар жасыныммен кеңесеңдер. Бақытты адам болмас менен асқан, осы сәт қуанышқа бөлесеңдер. Барайын тәуекелге тағы да бір шабытты шапалақпен желесеңдер. Күрейін от істестен от шығарып, ескіріп қалды демей жебесеңдер. Ағайын мен баяғы сол Ринатпын, шапаны өзгеріпті демесеңдер. Мейірбек аманбысың құнан айғыр, жолында арманыңның құламай жүр. Сен едің жас саңылап сахнадағы, көзіңнен айталатын құра бой бір. Алаған айтыстағы кәрі қайын, жол алсаң жапырағын сұрамай жол. Осымен айтыспай-ақ қойсақ қой деп, ақындар айдалаға тұралай жүр. Себебі түрелеусіз болған менен, тіліне қарап тұрсаң тірабай бұл. Айтысқа келген кезде қарсыласты кетпеушең, сынамай мінемей бір, сынамай бір. Жасқанбай айта берген ал бауырым, Ринаттың қандай жері ұнамай жүр. Астанада салайын барымға, Елордаға келгенде ерімдей. Мен шығыстың жүйрігі, топ көрсе тұрмас тебінбей. Есілге келіп тұрған соң, ертістей кетпен төгілмей. Айналайын Мейірбек, өрлігімді сұрасаң, Тарбағатайдың төріндей. Кеңдігімді сұрасаң, Алакөлдің көліндей. Шатақтығымды сұрасаң, аягөздің желіндей. Намысымды менің айт сұрасаң, 2000 Қытайың келгенде, екелі тұрған шегімдей. Ақтоғай менен Қопада, қазақтың құрған шебіндей. Қасыма келген ақынды қалтыратып жіберем, тұғылға түскен келіндей. Бағамды менің сұрасаң,
Өскеменнің кеніндей қызуымды сұрасаң, Қаражырадағы көмірдей балқытып сені көрейін. Болсаң да қатты темірдей өзімнің де қанбас айызым, шабытымның тергеп шапаныма төгілмей, сүйсініп келген елімді сүйіндіріп кетейін де, ей шығыс Қазақстанның жеріндей. Айдайды, баралайды, баралайды, Тулаған тақымында қара кері, қарқыны бұл рекеңнің жаман еді. Келе сап өзін өзі мақтап жатыр, жүзінде де мейірім шамал еді. Мейірбек кемшілікті теріп айтса, Ринат деген үлгі алған ағам еді. Мені де бір қиқулап қойыңыздар, Мейірбек те өзімнің балаң еді. Өйткені қарсыласым Ринат боп тұр, болғанмен бұл айтыстың бәрі әдемі. Бір айналып кеп тұрған сахнада шырайын алып кетпесем жарар еді-ау. Аралап алыс ауыл шеткі аймақты, арқаға айтыс көші тоқтай қапты. Ол өнерім ұлтыммен қауышып тұр, үйіріне қосқандай көк мойнақты. Көз алдыңа әкелсін ақындарың, кешегі манап көкен көп байғартты. Екі балам бірінші жұп боп шықса, екі қолды болама соқпай қатты. Шаттығыңды жырлайтын сәт келіп тұр, көпіртіп айта бермей көп ғайбатты. Азаттыққа жетсем деп атқа қонып, бабалар семсер сүйіп серп байлапты. Қалың қолды бастаған хана бұлай, қалмақтардың бастарын доптай қақты. Сарарқамды бермейм деп Сарорысқа кененің кеудесіне кек қайнапты. 37 тұсында опасыздар Алаштың арыстарын оқ қайдапты. 86 сен бұзған жастарымды содырлар деп көрсетті, соттай қақты. Қайраттар танытпап бет қайраткер боп жүргендердің бойында жоқ қайратты. 91-де егемен ел атанып, қазақтың маңдайынан бақтаймапты. Айырбастай алмаймын отанымды, берсе де 5 Франция, 4 Таиландты. Алдын күні байқасаң Астананың бораны бет қаратпас боптай қатты. Жалтыраған көк мұзда жаңылысып, көліктер көшелерді таппай қапты. Әй бірақ оған бола қиналмайды, тарихта көп көрген ел көктай қақты. Ассалаумағалейкум армысыздар, көк бөрідей көрсеткен көпке айбатты. Көктай қақтың бәрінен аман өтіп көгіне көтерген ел көк байрақтау. Қалың қар қара жерге көрпе бопты, сары күз Сарыарқада келте кетті. Бораннан Аллаға шүкір аман шығып, елдің бәрі айтысқа ентелепті. Атағы мен шатағы қатар жүрген қасыма Ринатта ерке кепті. Өткендегі боранның болуына тапқазыр тапқандаймын мен себепті. Әй осы біздің рекең мықты адам ғой, долданып домбырасын шерте кепті. Өзі кеше келгенмен Астанаға мінезі 4 күн бұрын ерте кепті. Айтыста рекеңдей кім батыл ет, амандығын ел жүрген жылда тілеп. Шығыстың қыранына сәлем бердім, жетілген Шыңғыстаудай шыңда түлеп. Мен білетін рекең қай кезде де халықты шоу көрсетіп шулатып еді. Әкім мен депутатты аямайды, әңгіменің аяғын нұрға тіреп.
махаббет боп маздатса ақиқатты, үкіметке қаймықпай үн қатып еді. Шын болат боп шыңғырып шындықты айтса, көпшіліктің көз жасын құрғатып еді. Басшылар сені көрсе безектейді, басыма тудырат деп күнді ақырет. Солардың себебінен соңғы кезде қылыштай қызыл тілін қындатыр еді. Ал бүгінгі айтыстың жөні бөлек, сахнаға сән берген түрлі ақын кеп, мәдениет министрі ұйытқып шайырлардың шабытын шыңдатып еді. Жұртымды Зайытовпен қауыштырып, жұдырықтай жүректі тулатып еді. Айтыстың жолақ жонды жолбарысы Ірекеңдей шынымен кім батыр еді. Жоғалған жолбарысты тауып берген министр Арыстанға мың рахмет. Шап! Оқсамайсыз не бақсы не бол молдаға. Долданып доқ көрсеттің неге ондаға. Келе салып өзіңді мақтап жатсың. Құрайтын жан емессің өлең жаңа. Жігітті бәрекелді өлтіреді. Масайрама мықтысың деген яға. Кіші пейіл болады білімді адам деп бекер айтқан жоқ қой Кенен баба. Бұрында 4-5 рет айтысқанбыз. Ол жағын отқан шығар елен қара. Нұрғаланы сөз қылып Алматыда апқайтты қазылардан төмен баға. Қызылорда мен Семейде шыққанда да сынадың Астананы сен онда да. Әйтеуір бұл қаланың кемшілігін айтыс болса көрушең менен ғана. Ал енді Ірекеңмен айтсайын, бойында бар жігітсің өнер дара. Құрметпенен аузына тілі сыймай отыр мекен, шенеунікті шынауға шебер бала. Ендеше құрметпенен сөз берейін, айтыста тірі жүрген легендаға. Бүгін қандай тосын сый алып келдің, өзің жақсы көретін Елордаңа. Шап! Мейірбек, мезгілсіздеу шамданасың. Тереңде ойланатын барма басың. Ол рас, Астананы көп сынадың. Сен оған неменеге таңданасың? Өзімді өзім мақтап отырамын. Бұл күнде дәл осылай жамбағасың. Мен де бір ақ кер жорғамын деп жырлаған. Жолдарын ақтандардың таңдағасын. Өзімді өзім мақтап жұбатамын. Қазақтың мақтар жері қалмағасын. Түрткенде тыпыршымас батал ұлғай. Айтайын Астанаңды қапа қылмай. Жер бетін жет айналып келсем дағы, қала жоқ осы сұлу шаһарындай. Жарқырап тұратұғын күні түні Астана Қазақстанның моторындай. Тек қана салынуы созылды ғой Меккеге Құнанбайдың сапарындай. Қаз-қатар тізіледі зәулім үйлер сақтардың салтанатты қатарындай. Асықпай дамып келе жатыр екен аман жол Әлтайыптың мақамындай. Көбейіп тұрғындары келеді екен
Балғынбек Имашевтің сақалындай. Әйтеуір Астана мен жұбатамын күн сайын қажып жатқан отанымдай. Елорда менің жалғыз мақтанышым, кедейдің тойға киер шапанындай. Мен емес өз отаным тілдей тұғын, мен емес өз жақының күндей тұғын. Сынасам Астананы шындықты айттым, ешқандай қастық емес бұл дейтінің. Мысалы Астанада бастықтар көп, көзіне басқа жұртты ілмей тұғын. Мысалы Астанада министр бар, қазақтың қасіретін білмей тұғын. Қазақты байып кетті деп сынайды, адамдар атқа мініп жүрмей тұғын. Үкімет неге ескертіп айтпады екен, қазақтар бірдей өмір сүрмейтінін. Астана қаласынан басқа жерлер 30 ел қатарына кірмейтінін. Келік байт қазақ, Астана жаққа келік байт, өмірдің қандай болу керегін көрік байт. Бесешкі айдап ысқырығымен жер жарған, экспо деген ертегі шарды көрік байт. Келік байт, экспо деген ертегі шарға еніп байт. Театр мешіт, үйімен мейрам ханама, қалдырмай бірін арала кәне арала. Ауылда кейбір ішетін су жоқ, ал мұнда ұстайды Wi-Fi, далада аялдамада. Арала ақшасы жоқтар мұнандай қала саламай. Есіне алмас аудан мен ауыл жайлауды, білетін жалғыз экрандардан сайрауды. Министрлер мен депутаттар бар бұл жақта, қоқаңдап жүрген қолынан жасап сайлауды. Байлаулы ұмытып жүрген қазақтың қамын ойлауды. Бәйтерекпенен қанша тұрды да көресің, түкіріп қойма түрмеге онда енесің. Келер елі Ақорда деген ерекше сарай көз тартар. Барықбай қарғам елемей кетті демесін, демесін. Кім білсін, бәлкім президентті де көресін. Ордаға барсаң шауып кетпей ерте бар, қасыңа 3 тіл білетін біреу ерте бар. Көк жәшік тұрар арыздың бәрін жазып сал, рекеңнің осы сағыныш күйін шерте бар, шерте бар. Елорда жаққа әбекке дейін ерте бар. Келік байт қазақ, елордамызға келік байт. Шенеуніктермен шіріген байды көрік байт. Қазақтың бәрі осындай өмір сүрсе деп, Құдайдан тілеп, көзіңнің жасын төгіп бай. Келіп бай, елорда жаққа, қолың бос болса келіп бай. Отырса мейірбектей құлғасында, ағасы оған мойын бұрмасын ба. Сынады дей көрмегін шағарыңды, айтылған әрбір сөзім шын расында. Сен бірақ түсінбейтін жан емессің, сыры бар бір сардарсың тұлғасында. Қатысы қарсыластың сен емеспен, қашатын еркегіңде ұрғашыңда. Сырларың
миллиардтармен мұңдасуда, жырларың жұртыңменен сырласуда. Микоштың әрбір айтқан сөзі қымбат, теңгемен жағаласып туғасын ба? Жалғыз-ақ кемшілігің тайғақтайсың, ортада жақсы бастап тынбасында. Әй бірақ табандылық қайдан болсын, қазақтың теңгесінің құрдасында. Айтыстың Ринат жұлдыз аспанында, тәп-тәуір мақтап еді бас жағында. Теңгенің құрдасы деп мейірбекті тіліңменен бір түйреп тастадың ба? 91-мен алысып бітіп едің, 93-пен тіресе бастадың ба? Ойым жоқ сізді бөлек қоймақ менің. Елорданың мейрамын тойлап делім. Тойға кеп отырсаңдар Ринат аға, күдікті көңіліңнен жоймап бедің. Сен менен басың бар ма деп сұрадың. Бұл сұрағың шынымен бойда. Бол бәттеңім. Реке ашуланып кетесің-ау, саясатқа тым терең бойлап бедім. Астанада тұратын жанның бәрінің басы жоқ деп ойлап бедің. О, келдің бе кемшілікті діттеп ағай, соққыңыз шығады екен тіккен адай. Тойға кеп отырғанда ойлап едім тіл табысып кетер деп, жұртпен оңай. Әрекеңнің күндей боп күлімдеуден бұлттай боп түнеруі тіптен оңай. Қайтадан Астананы жамандадың, ұшкендей сөйлейсің ұлтпен абай. Әй бірақ оған несін таңғалайын, кемшілікті кеп тұрса жүктеп абай. Ринатта мақтау сөз тосқаныңша, мылқаудың сөйлегенін күткен оңай. Таңғалдырған баралапты, бас бармақпен бұл елдел бұл жерді бағалапты. Құрылыстың барлығын айтып кеттің, рекеңді дей алмаймын жала жапты. 20 жылда салынған зәулім үйлер шаһарыңның шырайын жаңалапты. Жыл сайын ауыл жақтан жұмыс іздеп қанша қандас бетке алат қала жақты. Құрылысқа тұрдым деп мәз болады, басына қондырғандай дара бақты. Балам жұмыс тапты деп Астанада ауылда мәз болады ана қатты. Ал бірақ та байқасаң сол жұмыста жалақының төменін қазақ апты. Әр кемшілік жасаса сол қазақтың айлығын кесіп тастап жазаға жазалапты. Құлпырған құрылыстың тасасында қаншама жасырынған қаза жатты. Құнын даулап кім қазір елеп жатыр, құрылыстан құлап өлген азаматты. Асыраушы айырылып адамынан, жетім әйел жетімек, жесір әйел жетімек бала жатты. Соларға бір соттасып жеңеттейсің, жоғарылар тергеуді таза жапты. Таза жапты дегенің түсіндікті, артында пора-пора пара жатты. Ал үндіс араб пенен түріктердің қайсысын мұндай сұрақ мазалапты. Олардың шығындарын түгел төлеп, айыптылар алады жаза қатты. Құрылыста дөкейлерге айтатыным, ұмытпаңдар Құдаймен қанағатты. Өзіңнің қандасыңнан аяйсың ба, өзбекпен үндіс алған қаражатты. Бұл дүниеде зәулімей салғанменен түбінде бетке аламыз мазаратты. Қарапайым қазақтың ақысын жеп, о дүниеде кешпеңдер бар азапты.
Қарапайым қазақтың ақысын жеп, о дүниеде кешпеңдер бар азапты. Жалғанды жалпағынан бастаңдар да, парамен шеше алмайсың, ана жақта ой. О, ту сыртыңнан қанжадың қадап әлек, туыстарың болғанмен арада көп. Елбасының жолдауын өткен жолы қалың ел баспадымақпен бағалап еді. Түйінді мәселені түгел айтты, әр сөзін экраннан қараған ек. Бірақ та жолдау келсе, бізде қазір шенделер тауып алды жаман әдет. Баяғы мұғалімді жинап алып, жиналыс өткізеді далада көп. Түсінікті нәрсені түсіндіреді, ақыл айтып тұрғандай балаға кеп. Мен қазір шыныменен уайымдаймын, шенеунік тағы сылтау табама деп. Жолдауды түсіндірем деп жүргенде келесі жолдау келіп қалама деп. Өз басын қазақ үшін бәске тіккен Өзбекәлі Жәнібеков ағалар еді. Шегендеп шекаранды алып қалған Жұмабек Тәшеновтей қаранар еді. Солардың өткенінен өнеге алмай, көкелерім көбейді салар әлек. Жеріміз сатылады деген кезде жерден басын алуға жарамап еді. Тоқалына тон сыйлап, тоғыз қабат тойып жүр, тойлап, тойынып жүр параға көп. Солардың барлығына айтатыным, халықты болып жүрген қана бәлек. Қазаққа 40 қала салып берген, Қонаевтың рухынан садаға кетай. Дауыл үні, боп келдік сахнаға бауыр әні. Келесап кемшілікті түгел айтты, Рекеңнің қатты екен адуыны. Екінші кезегінде мұндай болды, үшіншіде не болады шабуылы. Сәйкестік емес шығар, бұл айтыстың Ақорданың қасынан табылуы. Не де болса, байқайық бұл Ринаттың тілінен төгілмесін тағыдуы. Үште ашылуы үште болған бұл айтыстың, үш жарымда болмасын жабылуы ғой. Çap! Hey! Şeydi koy айтыс жайлы балан қайғы, айтысты жабама деп алаңдайды. Немене осы айтысты жабады деп жағынып, мақтаймыз ба жаманбайды. Қалайша өтірікті көпіртемін, жұтқанда ракетадан далам қайғы. Мен қалай жалған күлем сахнада, жоғалса бар байлығым оралмайды. Қазаққа жолдау емес қолдау керек, ол болмай мемлекетім оңалмайды. Мейірбек ешқашанда алаңдама, ақынның бетін ешкім қағалмайды. Қазақтай жолбарысым аман болса, айтыстың аузын ешкім жабалмайды. Айтылғанмен арман әнің, ойында жұлдызыңның жамбағанын. Бүгінде көкелерім шығып алып, қазақты мақтап жатса таңданамын. Мен көрген көріністер мүлде басқа, оны да айтпасыма бармамалым. Мен бүгін қазақпын деп қоқаңдаймын, өзбекпен ұйғырларға жалданамын. Еврей үндістердің шахтері боп асырап отбасымды малданамын. Қожасы Қытай болып кетеме деп қорқамын мынау жатқан сардаланың. Өйткені
өз көзіммен көріп жүрмін қазақтың қасиеті қалмағанын. Осының дәлеліндей көкпарда да өзбекті жеңіп кете алмағанын. Мәңгілік ел болам деп кімге керек, өзіңді құр бекерге алдырғаның. Кетпесін десек мынау құтталадан, жөн болар ақиқатқа тік қараған. Бұл күнде көрінген ұлт қоқаңдайды, табанын елімізге нықтамаған. Қазақтың қызын Қытай алып жатса, үндемес қазақ отыр бұқпалаған. Базарды Қытай басып жатыр десе, әрине естіледі жұртқа жаман. Көрінген есігіңді теуіп кірер, болмаса ілгегіңмен тұтқан аман. Білмеймін енді қашан сілкінеді, костюмды көкелерім ұлт қараған. Алдымда бір құдайдың жауап берсін, қазақты сатып тонап жұтқан адам. Қазақстан қақпағы жоқ қара қазан, көрінген ит тұмсығын тықпалаған. Айтылған ойым тыңдалса, төпелетіп көрейін. Тек сіздер үнсіз тыңғанша, айтып айтпай не керек, айналайын мейірбек. Өтірік деме ағаңыз, шындығын айтып шыңдалса, мен үндемей-ақ қояр ем. Хабардан көріп жатқаның өмірде де шын болса, мұғалім мен дәрігердің айлық 250 мың болса. Жолқыласа бас құлтпен қазақтікі жөндейтін ер азамат бір болса. Шырылдамаймын қалайша, көрген күнім мұң болса. Ұрпағымның аузында бір емес 3 тіл болса. Сақалдылар қаптаған, балағы жоқтар таптаған. Алабажақ дін болса, мен үндемей-ақ жүререм. Осы байтақ даламда қазақ деген ұлтымда соқыр тиындай құм болса, сендер құсап мейірбек билікті мақтап жүререм. Бүкіл Қазақстан нұрлан сабайы. Көк нөсердей күркіреп, көк жасындай күркіреп, нөсердей көрсем сіркіреп, ағайын жұртым қолдаса, көрейін тағы дүркіреп. Айналайын жұртым ау, мендегі жатқан бір тілек. Қазағымды ойласам, оң жағыма мұң түнеп, сол жағымнан жыр түлеп. Айтатыным бәріңе оянса деп оятсам деп намыста, кішкентай ғана шыр болып, заманың тазы боп шала алмадың. Кеткенмен заман күлкі боп, бұл қазақты ойласам, ойын менен күлкі жоқ. Айып етпе ағайын, артық кетіп жатсақ біз, сүйексіз тілдің пульті жоқ Ағайынға қоймайық масқараға, демедік Ринатты жасқанама. Тойынған шенділерді сынадың ау, тоқпала дос болмайды аш балаға. Халықаралық айтыс қой, бүгінгі айтыс қонақтар келіп жатыр басқадаға.
қырғыздардың алдында өз елімді жамандап қаламыз ба масқараға? Бішкекті жамандайтын бір қырғыз жоқ. Өлеңіне оштарын қосқанаға. Фариза апам құсап айтар болсам, табылмайды алтынға ақшаға да. Жамандасаң еліңді біреу әкеп, жақсы жерін береме басқа бала. Кезінде бұл астана құшақ ашты Ринат Зайытовтай жас балаға. Өзіңде 3 жыл бойы студент болып тұрып ең Евразия общагада. Қаншама халық мұнда жүр емес пе, қолы жетпей жүрсе де баспанаға. Сондықтан жар жылауды не қыласыз? Өлеңіңді тұрған жоқ қос табаға. 1 миллион қазақ сыймай, қазақ сыйым жүріп тұрған жоқ па? Бір өзің сыймай кеткен Астанаға ой. Ол сөйлесе ақиқатты бұқпай тілім. Ақынмын арнамысын шықпай тұғын. Астананы сөз қылсам жөн болады. Азапты жолдан көрген жұртты айтуым. Неге осы қаладағы көшелердің жыл сайын жаңартамыз сырттай түрін. Жаңа кім келсе төсейді жаңа асфальт. Шынымен осы менің ұқпайтыным. Көшелерді жауып тастап мұң болады, жұмысқа түзу барып тік қайтуым. 1 жыл өтпей араға уақыт салып, шаруаны кез келеді нықтайтұғын. Қой терісі емес қой, асфальт деген қойып қойсаң бір жерде құрттайтұғын. Ал қаланың сыртында ауылдардың қайғысын қайбасшы бар құнттайтұғын. Илинка талапкерде жаңбыр жауса, Илинка талапкерде адам бар ма? Балағын балшық суға тықпайтығын. Қосшы мен қояндының тұрғындары жаңбыр жауса түнертет бұлттай түрін. Сол жақа тақтайдай жол салып берсе, талай жыл тұрар еді құртпай құнын. Депутаттар неге оған жағашпайды, парламентте отырып ұйықтайтығын. Құқық қорғау органы қайда қарайды, құлқынын жемқорлардың құлттайтығын. Әкімдері де түсінер кез келді ғой, ұтылмаса бұл істен ұтпайтынын. Асфальтты жыл сайын қазғанменен астынан алтын адам шықпайтынын. Ол ренішін көп айтты ғой рекең шығып, қабағы қаңтардан да екен суық. Мен айтам тас жолдағы тауқыметті, сөйлесем бетерден де бетер шығып. Семейдің кедір-бұдыр жолдарында көлігіңнің мосы кетер сынып. Жол жүрсең Қызылордадан Жезқазғанға шопырлар көздің жасын жетер сығып. Арасы Атырау мен Астраханның алдарының шапанында екен шұрық. Солардың кесірінен жол апаты көбейгенін елге ақпар етем суық. Жақынынан айырылып талай адам өмірін өкінішпен өтер сырып. Алдымен жолымызды тегістейік, бар десек біздің елде не кемшілік. 40 жамау жолдардан құтылмаса, 30 елге кіремдеу бекершілік ай. Ақыннан ақиқатпен қазалтыңдар, ағайын өздеріңсің тазалтыңдар. Көлікті тізгіндеген шопырларының көңілінің қыртысын жазар кім бар? Аттап бассақ көбейтті камераны, айыппұлдың мөлшерін өз айқындар. Сергектен секем алып қалды халық, тапқаныңды тамақтан тез алқымдар. Экспоға жұмсалған қаражатты жұрттанған солай жинайтын азартың бар. Олаздай гәйлерде қаптап жатыр қалтаңды қарақшыдай қажайтындар. Министр Қасымовқа айтарым сол, десеңдер бәту әлі сөз айтыңдар. Жолға бөлген ақшаны жолдан құртпай, тендерде жемқорлықты азайтыңдар, тазартыңдар. Жолдағы полицияны көбейткенше, жолдағы коррупцияны азайтыңдар. Ағамыз алдымызды орайтқанша,
сөйлеген дұрыс қой көп айтқанша. Қытай, өзбек, ұйғырлар басынды дейді. Жағдайлар болып жатыр жар айтқанша. Өзің барып ірекен естемедің ақылды айтыстарға кеп айтқанша. Есірген эстраданы түзесеңші. Мейірбекке ақылды кеп айтқанша. Құдай берген талантын жерге тығып, Құдай берген Димашқа жөн айтқанша. Шотам қарындас дейтін өлең жазып, мәнсіз әннің мәтінін мол айтқанша. Ақылбектің концертінде бибилебең көз жасадың сахнада гөл айтқанша. Шынымен Ринат іске кіріссеңші, өтірік елдің қамын жеп айтқанша. Ақылымды қолдансай осыларға, Ақылбекпен қосылып деп айтқанша. Сен маған айта берме әр нәрсені, үйдесең оңдырмаймын қарғам сені. Менімен шыққан ақын репті айтады, сол жерден бітіп қалады толғау шегі. Негізі ақын адам қарсыласын, шықпастан бір әзірақ барлау шеді. Сен құсап өткен кеткен өсекті айтпай, қақпаның дұрысынан қамдау шеді. Елімме еркелесем ойнап күлем, қандай жай айтәуреге салған сені. Тегінде өздері істей алмайтындар, істеген адамдарды қарғаушы еді. Әйтпесе жалғыз ғана мен емеспін, қазақтың даласында қалған сер алмай. Мен сенің аяғыңнан салған жоқпын, ішінде жүрмеген соң жалған көптің. Сен маған шындықты айт деп отырсың ба? Іздесем тым алысқа барған жоқпын. Шыдап көр, шындықты айтса ақын алдан. Кеудемде талай жатыр арман. Бастайын білімімнің жағдайынан, ұрпақтың бүйіріне батып алған. Бұл күнде Қазақстанда жұлдыздар көп, магистр дипломын сатып алған. Жарасар өздігімен ерлеседі, ойымды жеткізейін мен нешеге. Бүгінде қаптап кеткен ғалымдар көп, есігін кабинеттің көрмеседі. Мен емес таныстармен ерегескен, кезім жоқ үлкен сөзін бөлегескен. Жақында магистрант болып шыққан гранттағы студент бірі сен емес пе? Алады өздігінше жүлден әркім, түсінбей қап жүрмесін мүлде қалқың. Мейірбек, шыншыл болсаң айтып көрші, дипломды қалай алдың, кімден алдың? Сұрағыңды қойдың ау жөн секілді, жарайды жауап берем ер секілді. Дихандай академик ағай отыр, шәкіртке сабақ берген мен секілді. Аллаға шүкір бітірдім магистрді, оқудан қуылғам жоқ сен секілді. Ағамның шарықтадау биікке ақылы, болмаса да өнердің диктаторы. Маңайға бұрынғыдай маңғаз емес, маңдайына көп таяқ тиіпті ақыры. Хайыппенен халықты қатар қолдар, бейбіт күннің сенедің хит батыры. Ал ендеше аман бол, көріскенше Алаштың аймаңдайлы сүйікті ақыны, қазақтың жоқ жітігін түгендеген атақты Ринат Зайыт Рифқатұлы.
тарихта байқап тұрсаң рас маңыз бар. Хабарымыз өткен күннен жақсаңыздар. Айтысты тоқта деген хабар келді. Қойылатын өлеңге жақшамыз бар. Ринаттай айқасқан Арыстан мен Мейірбектей жас балаңды қоштаңыздар. Жастарды келер жылы, жастардың жылы дейді, елбасының пікірін растаңыздар. Жастарды ағайын келер жылға қалдырмай, қолдауды осы кезден бастаңыздар. Алдымда елім барда қолдайтұғын, кезім қойды домбыралы толғайтұғын. Ешкімде мен оқудан қуған жоқ ет. Бауырым, ой айтсаңшы оңдайтұғын. Мен бір жыл оқып болып өзім кеткем. Адамдар көбейген соң қорлайтұғын. Мен 17 жыл бұрын мен біліп кеткем. Бұл жерде адалдықтың болмайтынын. Қошеметтеріңіз құрметті қалайық. Ринат Заитов, Мейірбек Сұлтанхан. Ал енді екі ақынның бағасын білейік. Құрметті қазылар алқасы айтысты бірінші болып бастаған Ринат Заитовтың ұпайы. 1-9 қалған 10. Мейірбек Сұлтанхан 10. Bir айналдырсаңыздар, көрмей жатыр. Бағаларыңызды, бір-бірі 10. Түгел 10. Болмайды. Болмайды. Дұрыс емес. Ақындар, рахмет айтыстарыңызға. Ал құрметті бізде бүгін 20 ақын бар, 10 жұп айтысады. Сол себепті келесі ақындарға да сөз берейік. Сәл тынышталсаңыздар. Рахмет, Ринат, Мейірбек.